Ежелгі дәуір әдебиеті. Түркі тектес халықтарға ортақ мұра. Күлтегін жыра. Қадырханның қойнауы, оның өзі бір қиыр. Керігену аймағы, оның өзі бір қиыр. Қос қиырдың арасын тек түркінің баласы, мекендесін жайласын, қазандайын қайнасын. Күңді болсын күңдері, құлды болсын құлдары деп, еліме, жеріме, суыма, осы бір түркі елі, ел болсын деп бастаған ісіміз ед. Түркі оғыз халқының сөзі елі кеткен жер. Көкте тәңірі шөкпесе, төменде жер сөкпесе, түркіні кім қорламақ, иектемек зорламақ. Әкем хақанды хан қылған, шешем қатынды паң қылған. Теңдесі жоқ тәңірім, көк аспанның әмірі. Тозбасын деп түркілер, хан бол деп ел бағына. Отырғызды тағымға, бірақ елім бай емес. Ерлігіне сай емес, ішінде майлы қоңы жоқ, сыртында жылы тоны жоқ. Аш жалаңаш ел жұртым, қабақтары тұнжыртым. Күшікте ит талаған, бәрі жүдеп жадаған. Құрыма деп ел өстіп, әнім менен кеңестім. Әкем құрап берген ел, ағам құрап берген ел. Осынау қуғын қырғында кетпекші ме құрдымға. Бүкіл түркі халқы үшін түн ұйқымды төрт бөлд. Жанып күйдім, өрт болдым. Күлтегінім қасымда, екі шатта осында. Аттап барлық кесірді, мен халқымды өсірдім. Дауыл өшті, жел қайтты, өрісімді ұлғайттым. Тынышталды ит құсы, болдым елдің ұйтқысы. Терістікке оғыздар, шығысымда құқайлар, татабымен Қытай бар. Қоқаңдаған алғашта, түстігімді табғаштар. Қорғау үшін қонысты, 12 рет соғыстым, 12 рет ұрыстым, тұрар жерде тұрыстым. Сөйтіп жолым болды да, келді бәрі орнына. Жарылқады тәңірім, жинады ел өңірім. Дұшпандарым күйінді, жалаңашым киінді. Жарлыларды бай қылдым, төрт түлігін сай қылдым. Аз халықты көп қылдым, көңілдерін тоқ қылдым. Жинап байды жарлыны, тату қылдым барлығын. Бәрі маған бағынды, тәңіріндей табынды. Еңбек етіп ел үшін, көрдім соның жемісі. Қайтыс болды күлтегін, жан еместі ол тегін. Әкем өліп жетіде, жетім қалдым күлтегін. Анам ұмай бағына, ер атанған күлтегін. 16-да ағамның елі жұртын көбейтті. Алдындағы қағанның жерін әптен кеңейтті. Соғдыларға аттанды, талқандадық, мақтандық. Оң тұтық пен табғашты, қудық біздер жауғашты. Күлтегін оттай лаулады, елдің дауын даулады. Талаудайын таладық, жан жағынан қыстадық, оң тұтықты ұстадық. Көсемдерін қарулы, көрер күнге зәру ғып. Тадық чурдың алдымен боз атын мініп заулады. Одан соң ышпар ямтардың тор атын мініп заулады. Одан соң тегін сілікбектің кер атын мініп заулады. Ілікпей жатып пышаққа зорығы бөлді үш атта. Жаратқаны жар болды жау ішінде батырға. Тиіп жатты сансыз оқ сауытына сатырлап. Күлтегінде болғанды 30-ға ол толғанды. Салмағыда сан батпан, бір кезде ол қондатқа. Баяғыдай қайратты, қос батырды жайратты. Қара көлде тоғыстық, аздар менен соғыстық. Күлтегін ел қанаты 31-де болатын. Алып шашы боз меніп, жауын тоз қылып, шабылға жылқынды. Еске сақтар бұл күнді, аздар мүлдем ұтылды. Ел тебері тұтылды. Ел қахан ағамның ортасында жаманның. Күңшіл кекшіл болғанда, малынды да қолғанға. Әзгілдермен соғыстық, соғыс шешті көп істі. Бір жылда 5 айқастық, тоғу кентте шайқастық. Бозын мініп күлтегін алдаспанын сілтеді. 6 жауын түйреді, 7-сін сүйреді. Құлшағатта айқастық, едіздермен шайқастық. Күлтегінді дарагер, астында оның қарагер. Бір дұшпанның түйрепті, һәм 9-ын күйретті. Жағдайы жоқ бұрынғы едіз халқы қырылды. 3-ші рет тоғыстық, оғыздармен соғыстық. Сол азбаны астында төтеп беріп тасқынға. Алған беттен тайған ба, күлтегін жүр майданда. Пышыратып әскерін, шығардық шын естерін. 4-ші рет тоғыстық, құш үстінде соғыстық. Ағын суда іркілер, қалжырады түркілер. Күндетіп һәм түндетіп, қуып жүріп міндетіп. Тоңыралық 10 ерді, тоңа тегінде шөгерді.
Содан езгенді қадазда 5-ші рет тоғыстық. Оғыздармен соғыстық. Күлтегінде қарагер, тәңірі қуат бере көр. 2 жауын аунатты, алып жатқан аумақты әскер түгел жайрады. Бұл күлтегін ойрана. Қыстап мағы қамалын, аздап сонда демалып, тағыл кере жылжыдық. Жоқ түркінің ынжығы. Бастаушымыз күлтегін сол әскерін ертеді. Оғыз басты маңайды, қолдан келсе қамайды. Бозын мініп күлтегін алдаспанын сілтеді. 9 жауын түйреді, біраз оның күйреді. Бой бермеді бірақта, көппен бірге анамда, жеңгем, әпкем алаңдап, болар еді бәрі күн, көрмей өмір жарығын. Ақ найзасы күлтегі, болмағандай күлтегін. Айрылдық біз одан, тебірендік қазадан. Көрер көзім көрместей, білгір басым білместей, айрылдым ақылдан, бауырымнан жақыннан, көрмек бар да, көнбек бар, тумақ бар да, өлмек бар. Шешем, қатын, онан соңғы аналар, жеңгелерім, келіндерім, ханымдар, тірілерің түгел күндікте болар едіңдер. Күлтегін жоқ болса, бәріңде өлімші едіңдер. Әнім күлтегін қаза болды, өзім қайғырдым. Көрер көзім көрместей, білгір ақылым білместей болды, өзім қайғырдым. Тағдырды тәңірі жасар, адам баласы бәрі өлгелі туған. Қайғырғаным соншама, көзге ыстық жас келер, көңілге ауыр шер келер, шексіз қайғырдым, қатты да қайғырдым. Сөз маржан, қойнау, таудың жан жағы, биіктеу аңғары іші, хахан, қаған. Ертедегі түркі қағанаттарының басшыларына берілетін ең үлкен атақ, хандардың ханы. Қадырхан, кері кену, жер атаулары, шат, билеушілерге берілетін атақ. Құқай, ел атауы, зәру, мұқтаж, қажет. Оғызнама дастаны, үзінді. Күндерде бір күн Оғаз қаған бір жерде тәңірге жалбарында. Қараңғылық түсті. Көктен бір жарық түсті. Күннен аян, жарық, айдан көгілдірлеу еді. Оғыз қаған келіп көрді. Осы жарықтың арасында бір қыз бар еді. Жалғыз отырар еді. Жақсы көрікті бір қыз еді. Оның басында оттай жарқыраған бір меңі бар еді. Алтын қазықтай еді. Осы қыз сондай көрікті. Күлсе көк тәңір күлер еді. Жыласа көк тәңір жылар еді. Оғыз қаған оны көргенде есі қалмады. Сүйді, алды. Оғыздың 3 ұлы күн, ай, жұлдызды дүниеге әкелгенде осы нұрлы ағаштың ішіне шыққан ару. Ары қарай жыр не дейді? Бір күні Оғыз қаған аңға кетті. Бір көл ортасында алдынан бір ағаш көрді. Бұл ағаштың қауашағында бір қыз бар еді. Жалғыз отырар еді. Жақсы көрікті бір қыз еді. Оның көзі көктен көгілдір еді. Оның шашы өзеннің ағысындай. Оның тісі інжудей еді. Сондай көрікті. Оны көргенде жер бетіндегі жұрт айтушы еді. Ай, ах, өлерміз деп, сүттен қымыз боп кететін. Оғыз қаған оны көрді де, есі шығып жүрегіне от алды. Сөйтіп Оғыз қаған ағаштың қуысындағы нұрлы қызды алды. Одан көк, тау, теңіз, 3 ұл туды. Оғыз қаған үлкен той жасады. Ел жұртқа жарлық шашып, шақырып кеңесті. 40 сіре, 40 сәкі шаптырды. Түрлі астар, түрлі шараптар, шубат, қымыз ішілді, желінді. Тойдан соң Оғыз қаған бектерге ел жұртқа жарлық берді. Міне, мен сендерге қаған болдым. Жақ пен міне қалқан алыңдар. Біздің таңбамыз береке, ұранымыз көк бөрі болсын. Темір сүңгілеріміз орман болсын. Қорықта құлан жортсын, теңіз бен өзен шалқысын. Күн туымыз болсын, көк шатырымыз болсын деді. Оғыз қағанның жанында ақ сақалды, ақ шашты ақылгөй қарт кісі бар еді. Ақылы түзу бір ер еді, түскер еді. Оның аты Ұлық Түрк еді. Күндерде бір күн ол түсінде бір алтын жақ көрді. 3 күміс оқ көрді. Осы алтын жақ күншығыстан күн батысқа дейін жайылып тұр екен. Ұйқыдан оянып, түсте көргенін Оғыз қағанға білдірді. Әй қағаным деді. Сенің жасың ұзақ болғай. Әй қағаным,
сенің билігің түзу болғай. Маған көк тәңірі түсімде аян берді. Айтқаны келсін, талай жерді ұрпақтарыңа берсін деді. Күндерде бір күні айғаққанның көзі жарыда, босанды. Еркек бала туды. Осы баланың өңі шырайы көгет, аузы оттай қызыл ет, көздері қарагер, шаштары, қастары қарет. Жақсы тектілерден де көріктірек ет. Осы ұл анасының омырауынан бір-ақ рет сүт еміп, бұдан артық ембеді. Шикі ет, тамақ тіледі. Тілі шыға бастады. 40 күннен соң үлкен болды. Жүрді, ойнады. Осы ұлдың аяғы өгіз аяғындай, белі бөрі беліндей, жауырыны бұлғын жауырынындай, кеудесі аю кеудесіндей еді. Денесінің бәрін түгел түк басқан еді. Малдарды күтіп жүретін болды. Аттарға мініп жүретін болды. Аң құс аулап жүретін болды. Оғыз қаған күндерден соң, түндерден соң жігіт болды. Бұл заманда бұл жерден бір үлкен орман бар еді. Көп теңіздер, көп өзендері бар еді. Мұнда жүгірген аң көп еді. Мұнда ұшқан құс көп еді. Осы орман ішінде үлкен бір қат бар еді. Малдарды, ел жұртты жеуін қоймаушы еді. Өзі үлкен еді, өзі үрейлі бір аң еді. Зор айбатпен ел жұрттың жүрегін шайлықтырып еді. Оғыз қаған бір ержүрек кісі еді. Ол бұл қатты аулауға ой қылды. Күндерде бір күн Оғыз қаған аңға шықты. Найза, жай, оқ, тағы қалқан алып аттанды. Сол орманға барды. Барып бір бұғы ұстап алады. Сол бұғыны талдың шыбығымен ағашқа байлады. Өзі қайтып кетті. Бұдан соң ертеңіне таңертең қайта келді. Келіп көрді. Қат бұғыны алған екен. Және де бір аюды ұстап алды. Сол аюды алтын белбеумен ағашқа байлады. Өзі қайтып кетті. Бұдан соң ертеңіне таңертең қайта келді. Келіп көрді. Қат аюды алған екен. Оғыз тағы да осы ағаштың түбіне келіп тұрды. Қат келіп басымен Оғыздың қалқанына соқты. Оғыз найзамен қаттың басына соқты. Оны өлтірді. Қылышпен басын кесті. Кесіп алып кетті. Күндерде бір күн Оғыз қаған бір жерде тәңірге жалбарынып отыр еді. Қараңғы болды. Көктен бір жарық сәуле түсті. Күннен аян, айдан қоқылырақ еді. Оғыз қаған көк жарыққа қарай жүрді. Көрді. Көрсе, әлгі жарықтың арасында бір қыз бар екен. Жалғыз отыр екен. Артықша көрікті бір қыз бар екен. Ол қыздың маңдайында оттай сәуле шашқан бір мең бар екен. Алтын қазықтай екен. Осы қыз сондай көріктеді. Күлсе, көк тәңірінің өзі күлетіндей, жыласа, көк тәңірінің өзі жылайтындай еді. Оғыз қағанның оны көргенде жаны қалмады. Ол қызды алып үйіне кетті. Күннен күнге өтіп, түннен түнге өтіп, көзі жарыды. 3 ер бала туды. Біріншісіне күн деп ат қояды, екіншісіне ай деп ат қояды, үшіншісіне жұлдыз деп ат қояды. Бұдан соң Оғыз қаған үлкен той берді. Ел жұртына жарлық шашып шақырды. Тойға көп жұрт келді. Үлкен жиын болды. Тойға арнап 40 орындық, 40 үстел шаптырды. Неше түрлі тамақ, неше түрлі шарап, сорпа, су, қымыз ішіп жеді. Тойдан соң Оғыз қаған бектеріне, ел жұртына жарлық берді. Хат жазып, елшілеріне беріп жіберді. Сендерден бас имек тілеймін. Көнсең керекті деп айтты. Сол жағында үрім деген бір қаған бар еді. Сол үрім қаған жарлығын мойындамас еді. Мұның сөзін қабыл алмаймын. Тұрысадым болса тұрысамын деп жарлығына бағынбады. Оғыз қаған қатты қаһар шақырып, үрім қағанға аттануға ниет қылды. Әскермен бірге аттанып, туларын ұстап жүріп кетті. 40 күннен соң Мұзтау деген таудың түбіне келді. Шатырларын түсіріп, шөк болып ұйықтап кетті. Таңертең Оғыз қағанның шатырына күндей бір жарық кірді. Ол жарықтан көк түсті. Көк жалды бір бөрі шықты. Ол бөрі Оғыз қағанға былай деді: «Ай Оғыз, үрімге сен аттанар болсаң, қызметіңе мен жүрер болармын» деді. Бұдан соң Оғыз қаған шатырын түргізіп жүріп кетті.
Бір уақытта қараса, әскердің алдын бастап көк түсті көкжал бөрі шауып барады екен. Оғызда әскермен ол бөрінің артынан соңына түсіп шаба жөнелді. Бір жерге келген соң көкжал бөрі тоқтады. Оғызда әскермен тоқтады. Ол жерде Етіл деген бір теңіз бар еді. Етілдің төменгі жағында бір қара тау етегінде ұрыс болды. Оқпен, найзамен, қылышпен ұрысты. Ел жұрттың көңілінде көп қайғы болды. Оғыз қаған үрімнің қағандығын алды. Ел жұртын алды. Ордасына есепсіз олжа түсті. Оғыз қағанның жанында ақ сақалды, мұз шашты, шексіз өнерлі бір қарт кісі бар еді. Түш жорушы еді. Оның аты Ұлық Түрік еді. Осы Ұлық Түрік күндерде бір күн ұйқыда бір алтын жай күн шығар жерден күн батар жерге дейін тиіп тұр еді. Ал 3 күміс оқ солтүстікке қарай атылып бара жатты. Оянған соң түсінде көргенін Оғыз ханға білдірді. Ұлық Түріктің ақылымен Оғыз қаған ағалы інілерін дауыстап шақырды, және оларға айтты: "Күн, ай, теңіз, сендер таң атар жаққа барыңдар, аң аулап қайтыңдар" деді. Күн, ай, теңіз көп аң, құс аулаған соң қайтып келе жатып, жолда бір алтын жай тапты. Оны алды, келіп атасына берді. Оғыз қаған сүйсінді, ризалықпен күлді. Және одан соң көк тау, теңіз көп аңғыс аулаған соң жолда 3 күміс оқ тапты. Келіп атасына берді. Атасы ризалықпен жайдың оғындай болыңдар деді. Оғыз қаған ұлы құрылтай шақырды. Нөкерлері, ел жұрты келіп кеңес құрып отырды. Үлкен ордада отырған Оғыз қаған жарлық беріп, оң жағына 40 ағаш тіктірді. Оның басына бір алтын тауық қойды. Түбіне бір ақ қойды байлады. Сол жағына да 40 құлаш ағаш тіктірді. Оның басына бір күміс тауық қойды. Түбіне бір қара қойды байлады. Оң жақта бозақтар отырды. Сол жақта ұшоқтар отырды. 40 күн, 40 түн жеді, ішті. Қуанышқа бөленді. Бұдан соң Оғыз қаған ұлдарына жұртын үлестіріп берді. Тағы да айтты: "Ай ұлдарым, белестерден астым, ұрыстарды көп көрдім. Найза сілтеп көп оқ аттым. Айғыр мініп көп жорыттым. Дұшпандарымды жылаттым, достарымды күлдірдім. Көк тәңірге өтеуім, сендерге жұртымды беремін" деп айтты. Ежелгі әдебиет хрестоматиясы. Аударған Құлмат Өмірәлиев. Сөз Маржан. Айқаған. Оғыздың анасының аты. Мұзтау. Алтай тауының ең биік шыңы. Тұрысу. Соғысу. Шөк болу. Тізесін бүгу. Бұл сөз бұрын адамға да айтылған. Қазір малға ғана айтылады. Мысалы, түйе шөкті. Құнжығар жер. Күншығыс. Тауық. Түркілер бұрын тауықты тыныштықтың белгісі ретінде үйдің төбесіне орнататын болған. Көзі жарыда, қуанды деген мағынада. Алтын қазықтай, темір қазық жұлдызы, қат, ормандағы тажалаң, етіл, есіл. Бұл өзенді түркілер етіл, атыл деп атаған. Ұлық, ұлы, жай, садақтың жағы, күнтабар, батыс, боз, жас, оқ, әскер, тайпа. Бұзық деген сөздің де түпкі мағынасы да содан алынған. Сондай-ақ боз жігіт, боз бала, боздақ, тағы басқа.